Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 67-ші сабақты өтетін боламыз. Жаңа видеоларды көру үшін каналымызға тіркеліп, колокольчик батырмасын басыңыздар. Зат есім 9-шы жаттығу, мәтіндерді оқып, өзара салыстыр, құмға салған сурет. Жұрттың баласы хат танып сабақ оқығанда мұның қолынан бар келгені сұқ саусағымен құмға сурет салу, болмаса қашау, пышағын ала жүгіріп, тас пен ағаштан мүсін жасау. Бала, әкең қасти марқұм момын кісі еді, мынауың біз білмеген өнер екен, деді бір күні Абылханның ағаштан жасаған мүсіндерін көрген Түргенбай ұста. Өнерді өрге бастыру үшін өмірді тану керек. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа, сурет салуға талабын бар екен, оқуың керек шығар балам, деген еді бірде ол. Осы сөз оның алдынан бақыт шырағы болып жылтырады. Суретші ата, шал көденің гүлін-ай, елге тартқан сыйындай, ақындардың алыбы, мынау Біржан Сүйінбай. Мына сурет жасымнан, көзіме оттай басылған, аман келді атамыз, алмас қылыш асынған. Күткен диқан ақсамай, мынау әсем бақшанай, көз тартады кең жайлау, алаулайды қапшағай. Мынау тауды қашаған, батыр кеңші жас адам, өнерлі ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Мәтіндерде кім туралы айтылған? Мәтіндерде Әбілхан Қастеев туралы айтылған. Мәтіндерде көркем шығарма түріне ажырат. Бірінші мәтін әңгіме, екінші мәтін өлең, яғни поэзия. Мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын тауып көр. Мәтіндердің ұқсастығы екі мәтінде де Әбілхан ағамыздың мүсін өнерін тамаша меңгергендігі жөнінде сөз етіліп, балалық шағынан ерекше өнер түріне деген қызығушылық танытқандығы айтылған. Ал айырмашылығына келер болсақ, бірінші мәтінде әңгіме түрінде айтылса, екінші мәтінде өлең түрінде жазылған. Зат есім, заттың атын білдіріп, кім не, кімдер нелер сұрақтарына жауап беретін сөздер. Зат есім жалпылай немесе жекелей аталуына қарай жалпы есім және жалқы есім болып екіге бөлінеді. Жалпы есімге мысал келтіретін болсақ, қала, өзен, тау, кітап, кісі. Жалқы есім мысалы Алматы, Ертіс, Алатау, Абылай. Жалпы есім дегеніміз бірыңғай заттар мен құбылыстардың жинақты атауларын білдіретін зат есімдер. Оған мысалға адам, қала, өзен, көл, сағат, отын, су, сана деген мысал келтіруге болады. Жалқы есім дегеніміз кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылатын есімдер. Мысалға Әбілхан Қастеев, Дина Нұрпейісова, Евразия материгі, Австралия материгі, Алматы қаласы, Астана қаласы тағы басқалар. Жалқы есімдер әрдайым бас әріппен жазылады. Түсінікті болу үшін кесте түрінде түсіндіріп өтейін. Жалпы есім адам, кісі, тау, қала, әнші, спортшы. Жалқы есім Арман, Әлия, Гималай, Атырау, Ақтау, Мәдина Ералиева, Серік Сәпиев. Суретші ата мәтінінен зат есімдерді теріп жаз. Қайсысы жалпы есім, қайсысы жалқы есім екенін айт. Мәтіндегі жалпы есім гүл, ақындар, ел, сурет, ата, қылыш, диқан, тау, батыр, кенші, жас адам, бақша, жайлау. Жалқы есім Шалкөде, Біржан, Сүйінбай, Амангелді, Қапшағай, Әбілхан. 10-шы жаттығу мәтінді көшіріп жаз. Мүсін әртүрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін шығаруда жұмсақ сазбалшық пайдаланылады. Қатты затты кертіп те бедер жасауға болады. Зат есімдерді тап, олардың үстіне зат есім деп белгіле. Зат есім бұл мәтінде мүсін, сазбалшық, бедер.
Мәтінде кездескен керту, бедер сөздерінің мағынасы керту бунақтап кесу, бедер бір нәрсенің бетіне сәндік үшін салынатын іс, таңба дегенді білдіреді. Мүсін сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Мүсін сөзінің жазылуы мүсін, айтылуында мүсін болып айтылады. 11-ші жаттығу: сызбаға қарап, жалқы және жалпы есімдер туралы қорытынды жаса. Жалпы есім: әнші, жалқы есім: Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Әлібек Дінішев. Күйші: Құрманғазы, Дина, Дәулеткерей. Мүсінші: Бақытжан Әбішев, Хакімжан Наурызбаев, Ескен Сергебаев. Зат есімдерді жалқы, жалпы, жекеше, көпше түрлеріне ажырат. Әр сөздің қандай сұрақтарға жауап беріп тұрғанын айт, ойыңмен бөліс. Бізде мұражай, экспонаттар, мүсінші, кілемдер, төсеніш, портрет, Әбілхан Қастеев деген сөздер берілген. Жалпы есімдер: мұражай, не, экспонаттар, нелер, мүсінші, кім, кілемдер, нелер, төсеніш, не, портрет, не деген сұраққа жауап береді. Жалқы есім: Әбілхан Қастеев. Кім деген сұраққа жауап береді. Жекеше: мұражай, не, мүсінші, кім, төсеніш, не, портрет, не деген сұраққа жауап береді. Көпше түрде экспонаттар, нелер, кілемдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналымыз пайдалы болған болса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Жаңа видеолар сізге бірінші болып көрінеді.